Здравствуйте. Ой, здравствуйте деп барлықтарыңызға қайырлы күн. Каринаны сұраған жандар, Карина менің жанымда. Просто инстаграмға қазір салмай жүрмін, өйткені универге әлі түскен жоқ, наказание десе. Ойнайды. Документ тапсырғанбыз, негізі Карина түскен. Өте ұзақ әңгіме ол. Бірақ бүгін кеше түнде звондап, последний күн келіп, грантқа түсуге кел деп айтты. Бірақ біздің Каринамыз грантқа емес, платныйға түскен болады, ақшасын төлеп қойған болатынбыз. Бірақ кеше звондап, Карина сені грантқа өтіп жатыр деп жатыр. Универге кел деп. Универге жетіп келдік таңнан сонымен. Пока адам жоқ, адам бар, бірақ аздау. Надеюсь, қазір кіріп кетеміз, өйткені екеумізде де бүгін жұмыс. Әдетте біз вокзалдамыз. Вокзалда осындай өтетін нәрсе, есіктен өтесің. Толымен сені тексереді. Біздің бауырымыз мені шақырған, кел, барып көрсетші, аударшы деген сияқты. Михаил Омар. Сессияламы. Міне, өтеміз. Міне, осы вокзал. Осы келген сайын прям қуанамын, ұнайды. Как дела, брат? Салам алейкум. Валикум ассалам, брат. Все хорошо. Вы знали? Келіншегі, осынамыз. Жол болсын бізге. Бүгін дүйсенбі күн, Димаш Жылқыбай шоумен тамада тойда. 400 адам, Аллаға шүкір, сүндет той, 63 жас мерейтой, өте керемет өтті. Айта алмаймын енді, өзіме де қатты ұнады бүгінгі той. Дәл қазір ең соңғы ақылик, классастар, ұжымдастар, барлығы. Сол. Дүйсенбі вторник қарамаймыз, ұра береміз. Так, тойдан шықтық біз, қазір видеолар саламыз. Бүгін менде мобилограф болдық ағайындар. Менің жәнім мобилографым еркін айналайын. Яқтарысбек отыр бүгін тойда маған күшті көмектесті. Той күшті өтті. Біз еркін екеуміз андайымыз бар. Бір тойдан 7-8 рилс шығар боламыз. Ол 7-8 рилстің жоқ дегені бір 10 болады, қалғандары 100-дің үстінде болып сондай. Берекелі жұмыс істейміз, өз айына 2-3 тойға шақырам. Сәттілік, құдай қаласа тапсырма бердім. 3 видео рилс саламыз. Үшеуінен 10-нан жоғары, 100-нан жоғары болса нормальды ақша берем деп айттым. Бұған дейінде не қып жүрген? Құдайдың шеберлігін қараңыздаршы. Тойға келген моменттен басқа тамағым ауырмайды. Тойдан шығам болды. Қайтып ауруым қызып жатыр. Қозып жатыр. Ақша үшін емес, абырой үшін жұмыс істейтін жігіттер ғой. Болды, ауырмаңыздар.